жобасы ортада мөлдір жалғыз. Қапшағайға Нұрсұлтанның шақыртуына бармаған, келіспеген. Нұрсұлтан мырза болса ренжулі. Мен күттім, ол келем деді де келмей қалды, аяқ асты. Мөлдірдің ойын бұзған кім деп жатыр? Индира ханым. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Мен негізі шынымен құптамаймын қыз баланың түнде теңселіп жүргенін. Ер азамат үшін мейлі ол қатты ғашық болсын, ұнатсын, ұнатпасын, қыз баланың ер азамат үшін басқа жерге барып теңселіп жүрген қаламаймын. Дұрыс жасағансың негізі. Бірақ о баста бірден кесіп айтуың керек едің. Барамын деп айтқаннан кейін, бұл жерде ер азамат ойламау керек. Ойламау керек еді. Ер азамат кішкене сол жеріне үміттеніп қалды да, барам деп айтқаннан кейін кішкене морально ол дайындалып қалды ол кісі. Сол жағынан кішкене қате кетті. И екіншіден мөлдірге таңғалып отқаным, ол кісімен не үшін жалғастырды Диана ханым, неге шақырды? Түрінен көрініп тұр ғой, мөлдірдің де қазір оны қапаланып жүрегі ауырып отқан қыз балаға ұқсамайды ол Нұрсұлтан үшін. Нұрсұлтан білмеймін енді. Мөлдірді де қатты жақсы көреді деп айта алмаймын, бірақ қызығушылық бөлді, мөлдірге болды. Өйткені шынымен әп-әдемі қыз, мөлдір қарайтындай қыз. Ал не үшін келіп, не үшін кетіп қалған Нұрсұлтан түсініксіз. Ер азамат ретінде мен ол кісіні дым түсініп отқан жоқпын. Ол кісі әлі қызылкеңірдек болып, хабарласқысы келіп, мен тоқтатпаймын, мен қазір барамын, мен қазір келемін деп шырылдап жатыр екен. Диана ханым айта кетсем бола ма? Бана Нұрсұлтан бір сөзінде былай айтып қалды да, эфирден шыққаннан кейін мен мөлдірге айттым звондап дейді. Ер жігітпен келетін болды да, сөйтіп ер жігіт бармайтын болған екен, Даниярға айттым деді. Ол сағат 6:30-да эфир шыққаннан кейін қаладан шығам деген 7:30 болса, сағат 8-де. Сен 9-да деп отырсың. Сен ер жігітті неге тыға бересің? Вообще ер жігіт жоқ қой ол жерде. Жоқ, қазір Нұрсұлтанның айтқан сөзін айтып отырмын мен. Нұрсұлтан ер жігіт деп айтты ма не? Айтты. Әуелі Даниярға дейін ер жігітті өтпекші болған, е? Былай айтып берейін, былай айтты. Мұқият тыңдап ал. Мен эфирден шыққаннан кейін мөлдір саған звондадым деді. Сен ер жігітпен келетін болдың да, ер жігіт отказ етті, одан кейін Даниярға айттым деді. Ол сағат 6:30-да шықсаң, сен 9:10 деп отырсың қазір. Ал мүмкін бар мәселе ер жігіттің Қапшағайға барғысы келмегенінде шығар. Ер жігіт бармағаннан кейін мүмкін мөлдірдің де ниеті қашып кетті ме екен? Сондай да болуы мүмкін. Диана ханым айтып кетейін. Мөлдір ханым, енді қатты ренжімеңіз, бірақ сізге айтатыным. Мына жерде шынымен де Санжар мырзамен де, Ақтөре мырзамен де толықтай келісемін. Мысалы, таңға дейін өзіңіздің құрбыларыңызбен түнгі клубтарда қысқа өзіңіздің стильный көйлектеріңізді киіп жүргенде бәледейсіз да. Мына жерде мына тұрған Қапшағайға бару сізге проблема бол теңге мен мүлдем сеніп жатқан жоқпын. Әлде, мысалы, сізді бір қымбат ресторанға шақырмағанына ренжіп тұрсыз ба бұл жерде? Бұл жерде Мерей енді сначала өзің жаңа кеше үміткеріңмен болды ғой, мінін теріп деген сияқты. Өзіңе разберейсің маған ақыл айтпастан бұрын. Енді қатысушылардың әдеттегі тактикасы ғой, біреу қарсы пікір айтса, бірден сен өзіңе қарап ал, сен өзіңнің ара-қатынасыңды жөндеп ал. Бірақ әңгіме бүгін дәл қазір мөлдір туралы, иә? Иә, бұл жерде сол айтайын дегенім, Диана ханыммен толықтай келсем, қазір речь не обо мне, эта тема уже прошла. Қазір сізбен тоқталып жатырмыз біз. Осылай, жастар пысық қазір. Жандос мырза, бүгін сіздің жан жолдасыңыз Хамрақұл мырза қайда кеткен? Білмеймін. Сіздер кезектесіп келетін болдыңыздар ғой? Негізде бүгін мен сменам ғой. Ертең енді бірге келетін. Ой, өте күлкілі екен. Диана ханым. Сол пікіріңізді айтыңыз. Негіз бұл жерде мен Нұрсұлтаншы жақсы түсініп отырмын да, өйткені өзі шақырып алды да, кетіп баратқан жерінен. Енді бала қатты өз-өзіне сенімді болып қалғаннан кейін не істейді екен деп Қапшағайға шақырып, плюс еще барам деп айтқаннан кейін, бармай қалғаннан кейін мен болсам мен де ашуланатым Диана ханым. Өйткені енді білмеймін, Нұрсұлтан вкус қандай екен, бірақ енді былай әдемі қыз ғой. Әдемі қыз осыға шақырып тұрып, плюс еще Қапшағайға барам дегеннен кейін ар жақта өзіңше дайындалып жатып, в последний момент мен бармаймын дейтін болса, мен бетон ашуланатыным бар ғой. Мен бұдан да қатты ашуланатыным. Диана ханым, негізі былайынша жігіттердің барлық қазір Нұрсұлтанды қорғап, жақтап жатыр ғой. Негізі мен ойлаймын, біз ол кісінікі дұрыс болған жоқ. Былай қарап бүйтіп ойланатын болсақ, ол кісі бір Моляның келмейтініне бір сенімді болып, просто для галочки Нұрсұлтан айтпақшы шақыра салған сияқты да, бір сырт көзге. Одан бөлек жаңағындай Моляның бармағанына мен тоже қызығып қосыламын. Жаңа Мерей айтып қалды ғой, бәле дейсіз түнімен жүргенде құрбылармен деп.
мен ойлаймын құрбы деген бөлек дүние, ер азаматқа шыққан ол бөлек дүние деп. Потому что құрбылары мөлдірдің ол бұрыннан келе жатқан, өзінің бала келе жатқан құрбылары. Мейлі ол таңға дейін жүре ма құрбыларымен, таниды өйткені, өзін сенімді түрде өзін қасында жанында жүре алады. Ал Нұрсұлтанды, ол тек үміткер ретінде ғана таныған, оны жақын, онымен жігіт болып жүрген емес, қыз болып жұпта болған емес. Сол үшін әрине ол ер азаматтың жанында таңға шейін жүреді деп айта алмаймын. Сол жағын кішкене салыстырсаң, Мерей. Гүлназым. Мөлдір, мен сізге сұрақ қойғым келіп жатыр да, бұл бірақ менің өзімнің жай ғана ойым. Негізінде жаңа айтып жатыр ғой, енді сіз өзіңіз Нұрсұлтанды шақырдыңыз дегендей. Екіншісінде емес, менің ойымша сіз біріншісінде де Нұрсұлтанды өзіңіз шақырған сияқтысыз да, маған үміткер болып кел деген сияқты. И одан кейін жаңа сыйлықтар келіп жатқан кезде таныстық тоқтаттыңыздар ғой сіздер. Сол кезде Нұрсұлтан ренжіді кәдімгідей. И сол кезде айтып отырдыңыз ғой сіз, бір өзімді кінәлі сезініп, таныстық тоқтатып, оны қайтарып жібергеніме өзімде өкініш пайда болып деген сияқты. Типа андай басында келісіп алғаннан кейін, өзім үміткер болып кел деп айтып алғаннан кейін, кейіннен барып өзім қайтарып жібергеннен кейін өзімді кінәлі сезіндім деген сияқты түсініп қалдым да мен. Бұл менің өзімнің ойым. Ал қазір сұрағым сізге, жаңа айтып жатыр ғой, енді Нұрсұлтан өзінің сөзінде айтып жатыр да, мен романтикалық кешкі асқа шақырдым, свечалармен деді да. Сізді солай шақырды ма, немесе жаңағындай сіз айтқандай шынымен де достарыммен жүрмін деп шақырды ма? Енді жаңа Нұрсұлтан хабарласқан кезде Диана ханым сөзін шыны керек, мен бір 50% сөзін дым түсінген жоқпын. Жаңа ер жігіт туралы айтқан екен, мен оны естігенім жоқ. Ондай романтикалық кеш дема, не дема, енді жаңада Мерей айтып жатыр да, құрбыларыңмен шығасың деген сияқты. Енді мен жасым 18-де емес, Мерей сен сияқты. Әке-шешемнен сұранып үйде отыратын деген сияқты. Не істегім келеді, соны өзім білемін деген сияқты. И білмеймін, енді для меня дико. Мен барам дегенде болады ғой, бір адамдармен бір қарым-қатынас жасаған кезде де жоқ, сен келмейсің ба деп обидасын айтып жатқан кезде действительно ойланып қаласың да, менікі дұрыс емес па, сонда мен мүмкін баруым керек шығар деген сияқты екі ойлы боласың. И соны мен осы жерде айтып отырмын да, жаңағыдай чувство вины деген сияқты, тем более өзім шақырып алдым осы жерде. Екі ойлы болдым да, бірақ соның өзінде болады ғой, разуммен нені былай сопоставляешь, ойлаған кезде жоқ, бұл дұрыс емес, мен үшін дұрыс емес ол, мен бармаймын деген сияқты шешімге келген болатынмын. Ал жаңа Гүлназым сұрағына келетін болсақ, ешқандай да романтикалық вечер дема, кеш дема, онда ешқандай әңгіме болған жоқ. Мен Нұрсұлтанның стористарынан қарап отырған болатынмын. Қасында бір ер азамат жүрді, білмеймін енді. Сол демалыс орталығының мүмкін досы бастығы ғой. Бір сондай не болды да, мен білмеймін, мен ана жерге не үшін бару керек? Маған айтады да, бір шашлык жеуге кел дейді да, как будто Алматының ішінде ешерде шашлык жеуге болмайтын сияқты. Енді Алматыда демалыс орталығының бастығы бар, досы болмай тұрды ғой енді. Содан кейін Қапшағайға шақырды. Вот именно айта кетейін дегенім, жасыңыз 18-де емес, дұрыс па? Сағат 10-да немесе 11-де үйде бол дейтін, үстіңізде ешкім тұрған жоқ. Мысалы, менің үстімде әкем тұрғандай. Сізде ешқандай шектеу жоқ. Таңға дейін жүре аласыз, мысалы. Кішкене болсын, енді өзіңіз шақырып алған кезде кішкене навстречу баруға болады ғой деген менде ой. Мерей, менде мындай сұрақты, енді сен осы жерде пікір айтқан кезде, енді өз-өзіңді ұстауыңа деген сияқты ақымақ қыздардың қатарынан емессің да. Сені, даже если әкең болмасын, менің орнымда 27 жаста болсаң, ер азамат сені қаланың сыртына шақырса, шашлык жеуге барасың ба? Баратын сияқты. Қайдан білесіз сізді шашлыққа шақырғанын именно? Осыге айтты ма шашлык жейміз деп, немесе қалай? И то өзіңіз Мөлдір ханым, біреуіңіз ғана емес, уже отбасыңыз болып кеткен, ағаңыз ба, ініңіз ба болып кеткен қатысушымен бара жатсыз, мысалы. Қорыққан дегенге мен мысалы мүлдем сенбей жатырмын. Диана ханым, айта кетейікші, қаланың шетіне деп аттыр ғой, енді ол жерде романтичный ужин жасау мүмкін. Неге десең, қазір күн ыстық, қаланың іші де ыстық. Ана жақта ол сен екеуің амыз бүт Алматы, бүт Қазақстан сояқта жүр. Сол жерде көл жағада, может, түндегі видео түсіру мүмкін, андай айдың жарығымен болады ғой, ол да бір романтичный болғысы келген шығар. Сендер оны құрт жібердіңдер да бәрін. Данияр мырза, сіз не білесіз? Не дайындады? Диана ханым, мына жерде Мөлдір айтады ғой постоянно, мен шындық үшін, осы мен тек қана шындық айтам үшін маған барлығы жабылады деп. Мына жерде маған хабарласты Нұрсұлтан, осындай Мөлдір келем деп жатыр, бірақ жалғыз өзім келуге қорқам деді. Жолды білмеймін деп айтты. Мен хорошо деп келісті, мен Мөлдір хабарласты, барайық деді. Барып қайтайық, тез сосын бірге қайтамыз деді, хорошо деді. Бір кезде хабарласты да, мен что-то барғым келмей қалды, ертең эфир ғой. Ерте тұру керек деген сияқты деді. Бұл жерде мен қорықтым, мені шақырды деген әңгімелер айтып тұрған, жаңадан бері тыңдап отырсам. Бірақ өзі барғысы келіп тұрды, просто алыс болған
үшін ғана бармады да. Ал бірақ Нұрсұлтан шынымен де қазір жігіт болып кінәнің барлығын өзіне алып жатыр ғой. Бірақ негізі басында келісті, одан кейін просто алыс болған үшін, ертесіне эфир болған үшін ерте тұру керек деп бармай қойды. Да, барам деп айтпау керек еді дейсіз. Иә, барам деп айтпау керек еді ол. Диана ханым айта кетсем бола ма? Мен былай ойлаймын да, егер де және айтып отыр ғой Гүлназым бәрі мүмкін Нұрсұлтан ол жақта романтический вечер, анау мынау жасады деп. Егер де солай жасаған болса, сол дүние күйкетпеу үшін өзі қалаға келіп, өзі дұрыстап алып келіп, сюрприз қылып көзін ашып тұрып жасаушы еді. Ал мен ойлаймын бір жағынан ол былай болды. Просто сол жерде енді грубо айтқанда бесплатный жерде өзі және досым ашты деген сияқты деп тұр ғой. Сол жерде отырды да тұрды достарына айтты, қазір мен Мөлдірді шақыра саламын, Мөлдір машинасымен келеді, уайымдамаңдар деп. Просто бір сөйтіп көрінгісі келген сияқты. Ал егер де жәнегідей романтический вечер болса, немесе ол күйкеткен дүние болса да историясын осыны салушы еді. Міне, мен осындай дайындалдым, Мөлдір болса келмей қалды дегендей. Ізбасар мырза, енді тәжірибе жағынан талқылаймыз. Негізі жалпы мынандай нәрсе ғой, негізінде Моля бұл жерде екі ойлы болып қалған бір себеп бар. Өйткені негізінде іс жүзінде негізінде барғың келді сенің. Ал бір жағынан сен ойланып қалдың да, неге мысалы Қапшағайға барып жатсың, ертең эфирді қозғалады бұл тақырып. Неғып алысқа барды, неғып артынан барды деген сияқты тақырып сен де ол жағынан ойладың. Ал жалпы негізінде Қапшағай деген нәрсе бір алыс бір дикий жер емес қой. Бүткіл бәрі барып жатыр, шомылып жатыр. Сен ол жақтікі как будто бір пляж, болмаса бір бассейн, бір сондай нәрсеге шомылуға шақырды деп сен бір жағынан ойладың. Ертең эфирді қозғалған кезде менің атыма жаманат кір келіп қалады деген ойда болдың негізінде жалпы. Ал сондықтан сен бірде барам, бірде бармайым деген екі ойлы болдың. Ал егер қаланың ішінде ондай бір кәуап жеу, шашлык жеу болатын болса, онда сен келетін едің без проблем. Ал жалпы ол Қапшағай жаққа машина айдап бара салу, ол қиындық тудырмайды. Болмаса таксимен де бара салуға да болады ғой. Енді Ізбасар мына жерде кейбір сөздеріңмен сенің келісемін. Сөздің шыны керек енді. Бұл өмірде Диана ханым өзіңнің қалаған заттарың барлығын істей беру деген енді мүмкін емес қой. Где-то душой я хотела барып кішкене бір жаңағыдай отырып деген сияқты бір жағынан бір кішкене болады ғой бір қыз баласында. Зачем мне туда менің атыма кір келеді деген сияқты. Мен ер азаматтың артынан зачем барам деген сияқты ақылға салып мен бармаймын деп шештім деп айтып отырмын бағана. Диана ханым осы жерден бұл енді Қапшағай жайлы сөз қозғалған кезде міндетті түрде бұл сөйлеу керек. Енді Қапшағай негізінен өте алыс жер емес. Ары кетсе 40 минут, одан қалса 1 сағаттық жер мысалы. Одан кейін келетін болсақ, осы жерде Нұрсұлтанның свечі жақты деген әңгімесін естіп, біраз жігіт енді Нұрсұлтанды жақтап жатыр да осы жерде. Ал ол әңгімені естімей тұрып, спокойно бәрі Молян жақтап отырған еді. Енді ол свечаны былай қарап тұрсаң, Алматыда да жағуға болады негізінде. Ал Қапшағайда мысалы түнгі 12-ге барып, мысалы 9-да шықса, 10-11-де жетеді. Одан кейін соны Даниярды қайттан теуіп, қайттан жалғыз өзі түнгі 1-2-де Алматыға шығатын беді. Жол кейдім да? Жоқ, Диана ханым, мына жерде бәрібір өзінше болып отырсыңдар ғой. Дұрыс қой, қыз өзінше болу керек қой жігітке келгенде. Диана ханым, жоқ, өзінше болып отыр ғой, иә. Не болды Нұрсұлтан? Сонша күлгеніңіз. Диана ханым, өзінше болып отыр ғой. Таңғы 5-те болсын, таңғы 3-те болсын, баратын қыздар бар ғой, барып жатыр. Ол жер просто жаз. Баратын қыздар қандай қыздар, Ақтөре? Жоқ, таңға дейін жігітпен сол Қапшағай болсын, басқа жерде жүретін қыздардың аты қандай? Жоқ, Диана ханым, ақыр таңға дейін түнгі клубта жүргеді. Ол қандай қыздар ал? Ол разница жоқ. Ол адамның ниетіне байланысты. Бұл деген жаз ғой. Жазда ыстықтайсың, түнде шомылғың келеді. Көл жаға барып аяғын суға салғың келеді. Сол сияқты қой бұл. Қызық қой, сторис түсіргің келеді. Оны сразу жаман нәрсеге алмаңыздаршы, өтініш. Бәріміз барып жатырық қой, барасыңдар әлде. Жоқ, мен ал жарайды, барды делік, иә, сол күні жарайды. Данияр көндірді, Мөлдір келісті, көлікпен, ақ тұлпармен, тас жолмен кетіп бара жатыр, 45 минутта Қапшағайға жетті, сағат түнгі 12. Сол жерде немесе қайтар жолда Мөлдірге бір нәрсе болса, көлікке бір нәрсе болса, бір сонда бір жағдайға ұшыраса, кім кінәлі болады? Ол енді басына жазған көресің, Диана ханым, қанша не істесең. Сол үшін адамның санасы қашанда бірінші орында болып, менің барғаным дұрыс бола ма, оның салдары қандай болады. Ал бармасам қандай салдарға кезігем дейсің де, одан кейін дұрысын таңдайсың. Сол үшін басында Мөлдір барам деп айтпауың керек. Сол үшін дұрыс айтасыз, Ақтөре, басында барам деп Мөлдір айтпау керек еді, сендіріп біздің ғашық жігітті. Мөлдір, сонда сол кезде кездесу болмай қалды ғой, енді сол күні сол осы жерге келді Нұрсұлтан, иә, ол содан кейінгі алғашқы кездесулерің бе еді осы жерге келгеннен кейін. Одан кейін тағы араларында кездесу болды ма, или содан кейін ренжіс болып тоқтап қалды ма? Оған дейін 2 рет кездесу болған болатын. Бірінші жаңа ең басында келді ғой, осы жерге үміткер болып. Сол кезде кездескен болатынбыз. Бір 2 сағаттай как минимум отырып әңгімелескен болатынбыз. Одан кейін ол кетіп қалды. Қайтадан мен өзім шақырдым, келді осы жерге. Сол күні тағы да бір кездескен болатынбыз. Менің сіңілім күйеуге шықты ғой недавно. Сол кезде как раз ана құдалар шақырған болатындай үйіне қонақ қылып. Сол кезде
қонаққа бардым да, содан кейін сіңіліммен және күйеу баламмен біз бір заведениеге шыққан болатынбыз, Диана ханым. Жастарды қыдыртайын деп шештіңіз бе? Жоқ, енді сіңіліммен между собой сөйлесейік дегенім ғой. Қалай екен келіндік өмір? Енеңіз қалай? Жақсы ма барлығы? Үйде қандай әңгіме дейсіз ғой? Иә, бір сондай енді апалы сіңілі деген сияқты, құпия әңгіме деген сияқты. Сол кезде Нұрсұлтан шақырған болатынмын, как раз келді, ол жерге де бір досымен келді да, енді мен кішкене бір назын білдірген болатынмын, бірақ енді мен қалай назымды білдірем деп ойлап қоямын да, бір жағынан мен сіңіліммен, күйеу баламмен отырмын деген сияқты, ол досын ертіп келсе де енді ешқандай да амал жоқ деген сияқты. Сол кезде бір кездескен болатынбыз, және де мына жерде Ақтөре айтып отыр ғой, жаңа бір барам дедім, бармайым дедім деген сияқты. Енді сөздің шыны керек, мен кездесім келген болатын, Диана ханым. Мен айтпаймын Нұрсұлтанға ғашықпын, там күйеуге шыққым келеді сол ер азаматқа деген сияқты емес. Просто болады ғой, бір адаммен сөйлескен приятно. Осы Қосылайық жобасында бір неше 5 ай, жарты жылдың көлемінде отырмын ғой, бір единственный үміткер, наверное, кездесуге неге бір асығып, бір барғым келіп деген сияқты. Енді бұл өмірде енді барлығы солай бола бермейді ғой. Где-то вот осындай ситуациялар болып қалып тұр. Демек, таныстық ары қарай жалғасады. Диана ханым, мен не үшін ренжіп қалған болатын Нұрсұлтанға? Сол күні мен бармаған кезде ол маған айтқан болатын да, болды, таныстық тоқтайды. Мен өзі айтсам деген. Өзі айтқан болатын негізі. Негізі өзінің аузынан шыққан сөз болған ол. Содан кейін мен уже хабарласпаймын да, связьға да шықпаймын деген сияқты. Қазір енді айтып отыр ғой, таныстық тоқтамайды деген сияқты. Мен уже сол моментте негізі мен айтқан болатын, эфирге кел, осы жерде басталды ғой барлығы деген сияқты. Осы жерге келді, өзің аяғыңмен, ер азаматсың ғой, өз аяғыңмен келдің ба, дәл солай өз аяғыңмен келді, өзің таныстықты дәл солай тоқтатып кет деп айтқан болатын. Себебі Диана ханым қыз басыммен ортаға шығып мен өзім шақырған болатынмын. Осы жерге шақырып алып, осы жерге келіп обидымды айтып деген сияқты, тоқтайды деген сияқты. Менің өзіме ыңғайсыз болған. Сондықтан да өзі де келген жоқ, телефонмен ар жақта. Мен, если честно, онда ер азаматтың ондай қылықтарын құптамаймын, Диана ханым. Демек, таныстық тоқтайды. Иә, тоқтайды. Нұрсұлтан мырза көріп отыр, енді бұл жауапты естігеннен кейін не істейді? Бірден Алматыға қарай жол тартама, немесе қайтадан Қапшағай жаққа кетіп қалама? Ол жағын өзі шеше жатар. Енді таныстық тоқтады. Нұрсұлтан мырза келген кезде мүмкін бәрі басқаша болар ма еді? Рахмет, Мөлдір, жайғасыңыз.